Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, менің есімім Рыскүл. Мен эрудит оқу орталығының тарихшысы болып табыламын. Бүгін біз сіздермен ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындайтын дүниежүзі тарихы бойынша курсты бастаймыз. Бірінші сабағымыз тарих неден басталады деген сұраққа жауап табамыз. Тарих өткеннің ізі ме, әлде болашаққа бағыт па? Бұл сабақта тарих ғылымы не туралы, адамның пайда болуы және оның дамуы, оның алғашқы қоғамы, еңбек, мәдениеті туралы көптеген ақпарат алатын боламыз. Сонымен қоса, тарихтың қосалқы пәндері, яғни археология, антропология, этнография сияқты терминдермен және оның мағынасын ажыратып білетін боламыз. Сонымен тарих ғылымы дегеніміз не? Тарих сөзі оқиғалар туралы әңгіме деген мағынаны білдіреді. Бұл адамзаттың өткенін зерттейтін ғылым болып табылады. Тарих жалпылама екі үлкен салаға бөлінеді. Біріншіден жекелеген елдер мен халықтардың тарихы, екіншісі дүниежүзі тарихы. Біздің бастап отырғанымыз дүниежүзі тарихы болып табылады. Бұл пәннің ерекшелігі бұл жалпылама әлемді қамтитын барлық мемлекеттерді қарастыруға тырысады. Осы тарихты дамытатын бізде қосымша пәндер бар. Яғни, бұл қосалқы пәндер немесе қосымша пәндер деп аталады. Бұл пәндер археология, антропология, этнография, нумизматика сияқты пәндер. Келесі слайдтарда бұл терминдердің әрқайсысын жекелей қарастыратын боламыз. Әрине де ең алғашында бізде тарихтың кезеңдері жайлы түсінік қалыптасу керек. Себебі бұл дегеніміз біздің мектепте 5-ші сыныптан 9-ші сыныпқа дейінгі аралықта осы 4 кезеңді оқып білеміз. Яғни бұл негізгі ақпараттың базасы болып табылады. Ең біріншісі бұл ежелгі дүние. 2,6 миллион жылдан басталады және 476 жылға дейінгі созылады. Бұның ерекшелігі алғашқы қоғамнан алғашқы мемлекеттерге дейінгі аралықты қамтиды. Яғни бұл дегеніміз не? Бұл жерде құл езушілік қоғам өте бір жақсы дамиды. Яғни оның шарықтау кезең деп айтсақ болады. Оның себебі ежелгі Римде. Ежелгі Рим бізде құл езушілік қоғамның орталығы болды. Яғни бізде қоғамдағы жағдай бұл құл және оның иесі көп жағдайда. Бірақ 476 жылы Рим құлағаннан кейін бізде құл езушілік қоғам ыдырай бастайды. Және де біз кезесі кезеңге орта ғасырларға өтеміз. Орта ғасырлар бізде 5-ші ғасырдан 17-ші ғасырларға дейін созылады. Яғни бұл жерде феодалдық жүйенің күшеюі, шіркеудің ықпалы көбірек болады. Бұл мемлекеттердегі қоғамның құрылысы шаруа және феодал ретінде болады. Яғни бізде феодал дегеніміз императорға, немесе ханға болсын, немесе корольге болсын, адал қызмет жасаған үшін алынған жер феод деп аталады. Ал сол феодтың иесі феодал. Ары қарай кеттік. Келесі бізде жаңа заман. Жаңа заман 17-ші ғасырмен басталады және 20-ші ғасырға дейінгі аралықты қамтиды. Бұл кезеңде бізде капитализмнің жарық дамуы және көптеген революциялардың өтуімен сипатталады. Келесі кезең бұл қазіргі заман тарихы. Негізгі қазіргі заман тарихы бізде бірінші орыс революциясынан басталады деп те айтсақ болады. Яғни бірінші орыс революциясынан басталып, қазіргі кезеңге дейін қамтиды. Яғни 2025 жылға дейін. Бірақ біз 2019 жылға дейінгі ақпаратты ғана қамтимыз. Оның себебі ендінің базасын біз мектеп оқулықтары бойынша оқимыз. Ал мектеп оқулықтарында ақпараттың бәрі 2019 жылға дейін жазылған. Сондықтан осындай бөліну болып табылады. Енді біз тарихтың қосалқы пәндеріне келейік. Яғни біріншісі бұл археология. Ежелгі заттарды зерттейтін ғылым болып табылады. Негізгі өзі сөз грек тілінен шыққан архаос көне логос ғылым деген мағынаны білдіреді. Яғни қазба жұмыстарды жүргізетін адам бізде, яғни археологтар деп аталады дұрыс. Оның зерттейтін нысандары қандай? Тас құралдар, қыш ыдыстар, жертөлелер, күйдіргіш кірпіштер. Яғни бізде археологиялық қазба жұмыстарының негізінде қандай заттар табылады? Бұның бәрі археологияға жатады.
Келесі бұл антропология. Антропология адамның шығу тегі мен эволюциясын зерттейтін ғылым болып табылады. Оның негізгі нысаны адамдардың сүйегі, яғни оның дене құрылымын зерттейді. Дене құрылымы арқылы бізде көптеген сипаттамалар, тіпті тарихи фактілер де шығып жатады. Ғылымның атауы антропос, адам, логос, ғылым деген сөзден шыққан. Яғни бұл да грек сөзі. Ең негізгі мұнда айтап кететін жағдай бұл адамның нәсілдері. Осы бойынша адамның тіпті нәсілдерін де зерттеуге болады. Бізде 3 негізгі нәсілді көрсетсек болады. Яғни бұның біріншісі бұл негроидтық нәсіл, екіншісі бұл монголоидтық нәсіл, және де үшіншісі европоидтық нәсіл деп ең алғашқы ақпаратымызды аламыз, есте сақтаймыз. Келесі этнография. Этнография этнос, тайпа, халықтардың мәдениетін зерттейді. Бұл да сөз грек сөзден шыққан. Этно деген халық, графа деген жазу, яғни осындай мағынаны білдіреді. Негізгі сонымен қоса әдеп ғұрыптар мен салт дәстүрлер, тұрмыстық жағдайы сияқты негізгі мәліметтерді береді. Мысалы келтіретін болсақ, асар. Асар дегеніміз бұл түркі халықтарында көмек көрсету дәстүрі болып қалды. Яғни біз осы салт дәстүрлер, осы мәдениет, киім-кешек арқылы халықты танитын боламыз. Яғни этнографиялық мәліметтер бұл мәдениеттің айнасы деп те айтсақ болады. Ал тарихта бізде мәдениет өте үлкен рөлді болады. Енді біз сіздермен адамды пайда болуы туралы ілімге келдік. Негізі бұл жерде бізде 3 теория бар. Біріншісі бұл жаратушы теориясы, яғни діни түсінік көзден түсініп тұрғандай, адам ата мен хауадан жаралды деген ілім. Бұл көптеген адамдардың ойы бойынша дұрыс ілім, әрине де оған қарсы шығатын ілімдер де бар. Яғни енді бір ілім бұл эволюциялық теория. Яғни Чарльз Дарвиннің эволюциялық іліміне байланысты негізделген. Адам ең алғашқы қарапайым маймыл тектес жануардан пайда болды, яғни содан дамып қазіргі кезге дейін жетті деген сияқты ілімдер. Және үшінші бұл аралас көзқарастар. Гуманоидтар жайлы теория десек те болады. Яғни бұл жерге алғаш өмір басқа да ғаламшарлықтардың планеталарынан алынып келінді дейді. Яғни осындай бір 3 негізгі теорияны айтсақ болады. Негізгі қазіргі ғылым, қазіргі тарихшылар десек те болады, биологтер десек те болады, эволюциялық бағытты көбірек ұстанады. Оның өзінің дәлелдері де бар, яғни әрбір теорияның белгілі бір дәлелі немесе қарама-қайшылығы бар. Алғашқы қауымдық құрылыс сонымен адамдар негізінде тобыр болып өмір сүре бастады. Оны кейінгі слайдтарда айтатын боламын. Кейін бұл қауымдастық жүйеге ауысты десек те болады, яғни қауымдастықпен өмір сүрді адамдар. Ең көне адамдардың сүйегі Шығыс Африка мен Батыс Азияда табылды. Яғни бұл кезең шамамен бізде негізі тас ғасырының алғашқы кезеңі палеолитке тән, оның дәлелі алғашқы еңбек құралдары палеолитте табылды. Яғни сол кезден бастап біз өзіміздің жаңағы жақсы білетін Homo sapiensқа дейінгі адамдардың даму сатысы осы ежелгі дүниеге тән. Енді адамдардың даму кезеңдерін Томсон өзі де бөліп қарастырған. Яғни ол оны 3-ке бөліп тастады. Палеолит көне тас дәуірі, мезолит орта тас дәуірі, неолит жаңа тас дәуірі деп бөлінді. Әрқайсысының жалпылама өзіндік сипаты бар. Оны негізінде Қазақстан тарихының курсын өткен кезде тереңірек оқытылатын болады. Сонымен қоса, осыдан 100 мың жыл бұрын әлемді мәңгілік мұз басты деп жазады бізде оқулықтарда, және осыдан 13 мың жыл бұрын сол мұздық ери бастады дейді. Жердің жылуына байланысты адамдар Азиядан Америкаға өткен, яғни Беринг бұғазы арқылы қазіргі үндістердің ата-бабалары осындай даму кезеңіне өткен. Бұл адамдардың алғашқы еңбек құралдары қандай болды? Қарапайым айтсақ,
шынымен де ең қарапайым еңбек құралдары болды. Яғни бұл тастан, ағаштан, тіпті кейде сүйектен де жасалған. Олардың түрлері қазғыш таяқ, қарапайым таяқ десек те болады, үшкір тас және гарпун. Гарпун дегеніміз балық аулауға арналған еңбек құралы. Келесіде бізде ежелгі дүниеде жалпы металл өңдеу қарастырылады. Себебі металлды өңдеу осы ежелгі дүниеге тән. Алғашқы металлдың мыс екенін білесіңдер. Кейінірек мыс пен қаланың қосындысы арқылы бізде қола пайда болады. Сол арқылы Қазақстанда қола дәуірі біздің заманымыздан бұрынғы 2 және 1 мыңжылдықта дамыса, әлемдік деңгейде бұл одан сәл ертерек дамитын болған. Жазу мен дерек көздері бойынша алғашқы жазу деп біз әрине де суреттерді, яғни петроглифтерді аламыз. Бізде ең алғашқы жазу ретінде Сахарадағы суреттерді, яғни үңгірдегі суреттерді алсақ болады. Кейіннен официалды тұрғыда ең алғашқы жазу бұл сына жазу, шумерлік жазу деп атаған. Ең алғашқы әлемдегі жазу шумерлік жазу. Және де сонымен қоса ежелгі дәуірдің жазуына біз иероглифтерді жатқызсақ болады. Яғни бұл Египеттегі қарапайым біздің иероглифтер. Алғашқы адамдар жалпылама егіншілікпен де, отырықшылықпен де айналысты десек те болады. Оған даму алып келу керек. Себебі біз білетініміздей алғашқы адамдар біріншіден аң аулаумен, екіншіден терімшілікпен айналысқан. Бірақ та осыдан 10 мың жыл бұрын егіншілік пайда болады. Яғни терімшіліктен егіншілік бөлініп шығады, аңшылықтан мал шаруашылығы бөлініп шығады. Бізде ежелгі дүниеде арпа мен бидай Батыс Азияда пайда болады. Яғни Батыс Азияда өсіре бастайды. Егіншілік Жапон, Кіші Азияда басталады. Сонымен қоса адамдар көптеген кейінірек дәрілік өсімдіктерді де өсіреді. Жалпылама айтатын болсақ, егіншілік пен отырықшылық тікелей байланысты. Себебі егіншілікпен айналысу үшін адам бір жерде белгілі бір уақыт бойынша ұзақ отырықтанып кәдімгідей өмір сүру керек. Бұның бәрі кейінірек сол жердің дамуы, сол жердегі қалалардың дамуына алып келеді, және де әрине еңбек бөлінісіне алып келеді. Себебі мал шаруашылығымен айналысатындар міндетті түрде көшіп қонып жүру керек, егіншілікпен айналысатындар бір жерде отырықтану керек. Жалпы малшылық пен үй жануарлары бойынша ең алғашқы қолға үйретілген жануар бұл ит екенін білесіздер. Сонымен қоса бізде мал бағу да көшпелі және жартылай көшпелі, отырықшы деп негізгі түрлері бар. Бұл жерде малға байланысты негізінде көп жағдайда 4 түліктің барын өсірген. Қазақстан аумағында жалпы әлеммен салыстырғанда ертерек дамиды. Әлеуметтік жіктелу бойынша жалпылама қоғамның дамуына байланысты біз кейініректе слайдтарда қалай дамыған көреміз. Бізде жеке меншік пайда болады. Яғни алғашында жеке меншік тек қана малға ғана таралса, кейіннен жерге де тіпті суға дейінгі кездерге де бөлінгенің көрінісі бар. Енді еңбекті иемдену, яғни бұл жерде бізде адамдардың теңсіздігіне алып келеді. Кедей мен ақсүйектер пайда болады. Бұның бәрі бізде теңсіздіктер, жекеменшік дегеннің бәрі неге алып келеді? Соғыстарға алып келеді. Яғни ол туралы кейініректерде сабақтарда байқауға болады. Енді адамдардың алғашқы дамуына барайық. Ең алғашқы адам бізде Homo habilis деп атаған. Яғни біз тарихшылар оны епті адам деп атаймыз, қарапайым. Бұл адамның сүйегі 1959 жылы Кенияда, яғни Шығыс Африкада табылған. Шығыс Африкада, яғни Алдуғай деген шатқал бар, сол шатқалдан сүйегі табылды. Бұл адам осыдан 1.750.000 жыл бұрын өмір сүрген болады. Яғни суретке қарап тұрсаңыздар, бұл адамның терісі түкпен басқан. Және де бұл адамның бас сүйегіне қарайтын болсақ, миының көлемі 200 граммдай ғана болған. Үлкен емес. Жағы шығыңқы, яғни қарапайым адамнан ерекшеленеді. Және де бізде қолы аяғынан ұзынырақ болып көрінеді. Сонымен мынандай сұрақ кездескен.
Алғашқы адамның қарапайым маймылдан айырмашылығы неде? Бұл адамның айырмашылығы бұның тас құралдарын жасай алуынан. Себебі неше түрлі тас құралдар жасаған. Келесі адамдардың өкілі бұл тік жүретін адамдар, яғни Homo erectus деп аталады. Бұның екі түрі бар. Біріншісі пятикантроп, маймыл тектес адамдар. Алғаш рет 1891 жылы Ява аралында, яғни Индонезияда табылған болатын. Шамамен 1 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Қызықты факт болсын, Қазақстан территориясындағы ең алғашқы адам бұл пятикантроп болып табылады. Келесі бұл синантроп, Қытай адамы. 1927 жылы Пекиннен 40 километр қашықтағы Джоукоу Тянь үңгірінен табылған. Шамамен 500-200 мың жыл бұрын өмір сүрді деген болжам бар. Яғни бұл суреттегіміз бұл пятикантроп, ал төмендегі суретте Қытай адамының 3D суреті жасалған болады. Енді келесі бұл неандерталь адамы. Неандерталь адамы бізде кейде мустерлік адам деп те атайды. Оның себебі табылған өмір сүрген кезеңіне байланысты. Бұл адамның қалдықтары, яғни сүйегі Германияда 1856 жылы табылған. Яғни табылған жері неандерталь аңғары. Соған байланысты неандерталь деп атап кеткен. Негізі бұл адам шамамен 135 мың жыл бұрын өмір сүрген. Және де бұл адамның ерекшелігі суретте көріп тұрғанымыздай, қарап біздің қазіргі кездегі адамдарға көбірек ұқсайды басқаларынан. Және де бұл адам алғаш рет от жағып үйренген адам. Бұны міндетті түрде есте сақтау керек. Келесі бұл кроманьон, яғни биологияда сіздер оқитындай Homo sapiens, саңалы адам дейміз біз тарихшылар. Қалдықтары 1868 жылы Францияның оңтүстік батысындағы Кроманьон үңгірінен табылған. Олар шамамен 40-30 мың жыл бұрын өмір сүрген. Яғни бұл адамның даму сатысындағы ең соңғы адам, яғни біз жалпылама Homo sapiens болып табыламыз. Бірақ та сол кезіндегі Homo sapiens пен қазіргі біздің айырмашылығымыз, біздің сана сезіміміз әлде қайда алдыға жылжып кеткен. Келесі. Алғашқы адамдардың қоғамы. Алғашқы адамдар жалпылама ең бірінші тобыр болып өмір сүрген. Тобыр адамның бастапқы ұжымын айтамыз. Яғни адамдар басында үйір-үйір болып бірігіп, бірге азық түлік алып, яғни аңшылықпен, терімшілікпен бірге айналысып, сөйтіп күн көрген. Екінші тобырға жиналудың себебі бұл жануарлардан қорғану. Яғни екі себеп. Не сен өзіне жем іздейсің, не жануарлардан қорғанасың, жем болу үшін. Сөйтіп бізде тобыр ерте палеолитте қалыптасқан. Яғни ешқандай бір-бірімен байланысы жоқ. Орта палеолит дәуірінде бұл тобыр үлкен қауымдастыққа ауысты. Яғни бұл рулық қауым. Яғни туыстардың тұрақты тобы. Өз атауында тұрғандай, рулық дегеніміз араларында бір қандық байланыс бар. Қауым болғаннан кейін бұл адамдар тобы бірге өмір сүрген. Ұзақ уақыт бойы. Яғни бұл туыстардың тұрақты тобы деп те атайды. Қауымдастықтың барлық мүшелерінің құқықтары тең болып табылады. Яғни барлығында ортақ жер бар, тұрғын үй және еңбек құралдары болды. Бұл жерде айта кетерлік жағдай, ең алғашқы кезеңдерде бізде энеолитке дейін, яғни тікелей жалпы тас дәуірін жалпы алған кезде рулық қауым матриархат арқылы дамыды. Яғни алғашқы кезде бізде туыс болып ана жағынан саналды. Себебі жаңағы энеолит кезеңде бізде матриархат кейін патриархатқа ауысты, яғни оған дейін кезеңде рулық қауым толықтай жаңағы ананың негізінде қалыптасты. Келесі бұл тайпа. Тайпа бірнеше рудың бірлестігі болып табылады. Яғни тайпа қола дәуірінде қалыптасқан және темір дәуірінде тайпалық одақтар құрылады. Мәселен, біз жалпы әлемнен білетін ғұндар. Ғұндар бұл жаңағы темір дәуірінде өмір сүрген тайпалық одақтардың бірі болып табылады. Және олардың дамуы рулық қауымнан әлде қайда жоғары болды.
Енді біз сіздермен алғашқы діни сенімдер туралы сөйлесеміз. Яғни сұрақ мынандай. Алғашқы адамдар неге сенді? Яғни қазір айтатын болсақ, әрине бізде әрбіреуіміздің өзіміздің дініміз бар. Ол кезде ондай болмаған. Әрине біз егер алатын болсақ, Грецияны, Римді, оларда көп құдайлық бар. Бірақ алғашқы адамдардың негізгі үш белгісін айтсақ болады. Бірінші бұл рухқа сену. Мұнда көптеген терминдер бар, соның негізгісі. Тотемизм. Тотемизм дегеніміз адам өзінің шығу тегін белгілі бір жануарға, тіпті кейде өсімдік пен ағашқа байланыстырады. Мысалы, ежелгі түріктерді алатын болсақ, өзінің шығу тегін бөрі, көк бөріге байланыстырады, қасқырға. Осындай бір термин. Келесі, жаңағы біздің магия сияқты, магияға нені жатқызған ежелгі адамдар? Егер найзағай соқса, жаңағы жаңбыр жауса, өздері табиғаттан түсіндіре алмайтын бір оқиғаларды магияға жатқызған. Екінші белгі бұл идолдар. Жалпылама адамдар белгілі бір күштің бар екенін сенген, бірақ та оның қандай екенін білмейді. Сондықтан ағаш пен тастан, тіпті кейде сүйектен де мүсіндер жасаған. Яғни әрбір адамның өзінің мүсіні Құдайды қандай кейіпте сезеді, сондай кейіпте жасаған. Бір қызықты факт, кезінде бір оқулықтардан шыққан, егер адам Құдайға ренжитін болса, сол идолдарын ұрған немесе лақтырған деп айтады. Үшінші белгі бұл құрбандық шалу. Жанның мәңгі өмірге деген сенімі, яғни бұлар келесі өмірдің бар екеніне сенеді, бірақ та нақты алмайды. Сондықтан құрбандық шалады, сондықтан жаңағы белгілі бір ритуалдар өткізеді, яғни кейін бұл жаңағы ата баба аруағына сенуіне ауысып кетеді. Енді біз тақырыптың соңына келіп қалдық. Жалпылама енді де жиі кездесетін сұрақтар: адам қайда пайда болды? Адамның алғашқы жалпы жазуы қайдан шықты, этнография нені зерттейді, қай дәуірде қандай құралдар болды, қай кезеңде жекеменшік пайда болды деген сұрақтар кездеседі. Жалпылама келесі сабаққа осы бір сұрақтарға жауап іздеп көріңіздер. Барлығы осы бір сабақтың негізінде айтылған. Қорытындыда келемін. Тарих бұл адамзаттың жадысы. Ежелгі дәуір ең ұзақ іргетас болып табылады. Тарихты түсіну бұл болашақты болжау. Археология, антропология, этнография бұл тарихи зерттеудің құралдары болып табылады. Келесі сабақта біз сіздермен ежелгі дүние бағытына тікелей ауысамыз. Яғни ең алғашқы тақырыбымыз Шумер және Аккад, Вавилон мемлекеттері болады. Жалпы айтқанда, тарих өткеннің ізі, болашақтың кілті. Бүгін сендер өткенді зерттеп, ертеңгі күнге жол ашасыңдар. Яғни әр бет бұл жаңа сабақ, әр оқиға бұл үлкен ой. Өткенді білмей болашақты түсіну мүмкін емес. Сендер болашақтың зерделі ұрпағысыңдар. Сондықтан келесі сабақта сіздермен көрісуге қуанышты боламын. Сау саламатта болыңыздар.